6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бала Әбу Насырдың әкесі Тархан әулетінің батыры Мұхаммед майдан шебіне ұлын ертіп әкетпек. Бұл ойына анасы қарсы шықса да, әкесі ұлы ұшқынын сол жерден табатынына сенімді екенін айтты. Өзінің батырлық ұшқынын соғыстан табармын деген үлкен үмітпен бала Әбу Насыр әкесіне еріп, алғаш рет ұрысқа аттанды. Оның туылғаннан бергі арманы, яғни батыр боламын деген басты мақсатының орындалуына шақ қалды. Себебі қуанышпен, шаттықпен майданға барған Әбу Насырдың соғыс туралы қиялы күл талқан болды. Ол бұл майданнан шын соғыстың бейнесін көрді. Соғыстың аяусыз әрі қатыгездік екенін, соғыстың қан төгіс әкелетінін, бақытсыздық пен қайға келетінін енді түсінген бала Әбу Насыр майдан шебінен қашып кетті. Оны білген Әбу Насырдың әкесі қатты қапаланды. Бекзада, Әбу Насыр мырзамен бірге соғысқа кетіп еді ғой. Бекзадам, сізге не болды? Панай, сіз де құл болып келдіңіз бе? Оны қайдан білдіңіз, Бекзадам? Фараб әскері сіздің де еліңізді шауып, өзіңізді құл етіп алып келді ме мұнда? Мен соғысты жек көрем. Әбу Насыр қайда? Әбу Насыр? Ол... Мен мұндамын, әке. Ұлым, соғыс майданынан қашып кеткенің не қылғаның? Қане көрсетші ұшқыныңды. Таптың ба? Жоқ, әке. Ұшқынымды тапқан жоқпын. Таппағаны қалай? Шынымды айтсам, соғыстан таппағаныма қуанам, әке. Мен батыр болғым келмейді. Тархан әулетінің ұлы батыр болмаймын дегені қалай? Мұнауың не дейді? Мен саған көрсетейін қазір. Жоқ, болмаймын, әке. Өй! Ұлым! Тоқта! Майданда жолың болмады ма, балақай? Ақсақал, мен әкем секілді баһадүр атанып, әлемдегі ең мықты адам болғым келген еді. Бірақ соғыс мен ойлағандай болмай шықты. Арманым күл болды. Балақай, әлемдегі ең мықты адам болу үшін қолына қылыш ұстаған батыр болу міндет емес. Сонда батырдан да мықты адам бар ма? Анау маңға қараш, қазір сол жерден жұлдыз ағып өтеді.
Шын ба? Мәссаған, оны қалай істедіңіз? Оны мен істеген жоқпын. Ғылым мен білімнің арқасында мен солай болатын білем. Ғылым мен білім? Иә, оны 5 саусағындай меңгерген адам әлемдегі ең мықты адам болып саналады. Ақсақал, оны қалай үйренуге болады? Бұл не? Бұл біз тұратын әлем. Ал бұлар сен күнде көріп жүрген жұлдыздардың шын бейнесі. Ал біз қайда тұрамыз? Біз жерде тұрамыз. Міне, шамамен мына тұста. Қалай сонда? Біз домалақ шардың үстінде тұрамыз ба? Онда неліктен құлап кетпейміз? Оның жауабын біліммен іздеу керек. Жүр менімен.